Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз көріністер. Программалау ойын алаңында бірнеше көрініспен жұмыс істеуді үйренесің. Көрініс ұғымын қалай түсінесің? Суретке назар аудар. Екі суретте де көрініс берілген. Олардың қандай айырмашылығы бар? Ойыңды ортаға сал. Көрініс, скретч ортасында ойын, анимация тағы басқа жоба кейіпкерлерінің артқы жағында орналасатын кескін түс. Көріністің спрайтпен салыстырғанда кейбір ерекшеліктері бар. Егер спрайтта бірнеше түрлі костюм болса, көріністе бірнеше түрлі фон болады. Көрініске де скрипт жазуға болады. Алайда спрайттағы команданың, мысалы, қозғалыс бөліміндегі командалық блоктардың барлығы көріністе қолданылмайды. Дәл осы сол сияқты келбет блогындағы кейбір командаларды да қолдана алмаймыз. Скретчте жаңа жобаны құрған кезде бастапқыда ақ беттен тұратын бір ғана фон болады. Мысалы, жаңа экран фонын қосу үшін көрініс тақтасын пайдаланамыз. Суреттегі қызыл бағыттамамен көрсетілген батырманы басамыз. Фондар сақталған бумадан қажетті фонды таңдап қоямыз. Бастапқы ақ фонды өшіру үшін бірінші фонды тінтуірдің сол жақ батырмасымен шертеміз. Екінші контекстік мәзірден жою командасын таңдаймыз. Жыл мезгілі ойынның сценарийі. Ойын құру кезеңдері және мазмұны берілген. Ойын құру кезеңдеріне ойын жанры, танымдық ойын, ойын атауы, жыл мезгілі, ойынның мақсаты жылдың 4 мезгілінде пайдаланылатын заттарды ажырату. Ойын барысында жыл мезгіліне байланысты 8 түрлі зат беріледі. Ереже: ойын қорытындысы бойынша әр зат пайдаланылу ретіне қарай өз мезгіліне сай орналасуы керек. Кейіпкерлер: ойында басты кейіпкер жоқ. Жыл мезгіліне байланысты 8 түрлі зат кейіпкер ретінде алынды. Сюжет: ойын 8 рет қайталанатын бір сюжеттен тұрады. Сценарий: бірінші ойынды бастау және уақытын белгілеу, екінші кейіпкерлерді орналастыру, үшінші ойынның аяқталуы. Оқиғаның дамуы: ойында кейіпкерлердің қатысуымен оқиғаның дамуы қарастырылмаған. Ойын алаңы: ойын өтетін ортаның фоны ретінде жылдың 4 мезгілінің суреті таңдалады. Программалау тілі скретч ортасы. Келесі практикалық жұмыс. Жыл мезгілі ойынның жобасын құрастыруда екі көрініс қолданылады. Бірі ойын өтетін орта болса, екіншісі ойын соңының көрінісі. Көрініс скриптісі суретте берілген. Ойыншы ойын алаңында заттарды орналастырып үлгеретін уақытын көрсетеді. Ойынға қатысты 8 кейіпкердің біреуінің скриптілері суретте берілген. Қалған кейіпкерлерге де арналған скриптілер дәл осылай құрылады. Кейіпкердің скриптілерін сипаттайық. Заттарды жыл мезгіліне қарай жіктеуде түс ажырату командасын қолданамыз. Ойын алаңында әр жыл мезгілі жеке түспен көрсетілген. Заттың дұрыс орналасқанын осы әдіспен анықтаймыз. Егер ойыншы затты дұрыс орналастырса, онда жарайсың деген хабарлама пайда болып, дыбыс ойнайды. Ал қателессе, ойлан деген хабарлама шығып, дыбыс ойнайды. Ойынға қатысатын спрайттар суретте берілген. Ойынды ойнау сәті мына суретте берілген. Ойыншы ойынның басында көрсетілген секунд ішінде заттарды жыл мезгіліне қарай орналастырып үлгеруі керек.
Жыл мезгілдері жобасы. Жоба жасауда екі сахна қолданылады. Сахна 1-де ойын ойналады, ал сахна 2-де ойын аяқталады. Сахнаның скрипті осында көрсетіліп тұр. Ойыншы ойын басында сол аралықта заттарды орналастырып үлгеретін уақытты көрсетеді. Ол үшін сенсорлар командалық блокты қолданамыз. Ойынға қатысатын 8 кейіпкердің әрқайсысына қатысты заттар блогы келесідей болады. Мұнда да сенсорлар командалық блогы қолданылады. Егер ойыншы заттарды дұрыс орналастырса, онда өте жақсы командасы шығады. Ал егер ойыншы қателессе, онда ойлан командасын көрсетеді. Ойынның жасалу сәтін тамашалаңдар. Орында, ойынның жобасы қалай жұмыс істеп тұр? Жыл мезгілі ойынның жобасындағы скриптілерге талдау жасаңдар. Ойынның жобасында қолданылған идеяларды анықтаңдар. Жұбыңмен орында. Жыл мезгілі ойынында 2 көрініс ойын алаңы, ойын соңы бар. Ойынның кіріспе беті жоқ. Ойынның жобасына оның кіріспе бетін сипаттайтын көріністі қосуды ұсыныңдар. Кіріспе бет ойынның атауы, тақырыпқа қатысты суреттерден құрылсын. Ойын жобасының скриптілеріне өзгерістер ұсыныңдар. Ойлан, дайын жобаға көріністі қалай қосуға болады? Ойынның жобасында көріністерді қолдану үшін қандай қадамдарды орындау керек? Енді балалар, мына тапсырмаларды бірге орындайық. Жыл мезгілі ойынның сценарийі. Сәйкестендіреміз. Ойынның мақсаты сипаттамасы. Ойынның мақсаты жыл мезгілінде пайдаланатын заттарды ажырату. Сюжет. Ойын 8 рет қайталанатын бір сюжеттен тұрады. Ойын атауы. Жыл мезгілі. Ойын жанры. Танымдық ойын. Тексереміз. Жауабымыз дұрыс. Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.